Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дене мүшелері, части тела. Бүгінгі сабақта жаңа сөздермен танысасыңдар, ознакомитесь с новыми словами. Дене мүшелерінің атауын білеміз. Узнаем о части тела человека. Жаңа сөздер: көз, мұрын, құлақ, ауыз, тіс, ерін, дене мүшелері. Қайталаймыз: көз, мұрын, құлақ, ауыз, тіс, ерін, дене мүшелері. Жақсы балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ребята, новые слова запишите в словарь и выучите их. Енді жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтайық. Дене мүшелері, части тела: бас, көз, мұрын, құлақ, ерін, ауыз, тіс. Ауыз – рот, тіс – зубы. Ребята, обратите внимание на произношение этих слов. Бас, көз, мұрын, құлақ, ерін, ауыз, тіс. Есте сақтайық. Тәуелдік жалғауды қайталаймыз. Повторяем притяжательное окончание. Менің құлағым, көзім, мои уши, глаза. Сенің құлағың, сенің көзің. Сіздің құлағыңыз, сіздің көзіңіз. Оның құлағы, көзі. Ребята, слово «кулак» у нас твердое, значит добавляем твердое окончание. Слово «көз» мягкое, добавляем мягкие окончания. Менің көзім әдемі, мои глаза красивые. Сенің құлағың кішкентай, твои уши маленькие. Аннаның тісі ақ, у Анны зубы белые. Или можно сказать, оның тісі ақ, у нее зубы белые. Тыңдалым. Жетінші бет, мәтінді тыңда, қайтала, оқы. Ребята, внимательно слушаем текст, читаем и сами переводим. Менің атым Анель. Менің көзім үлкен. Құлағым кішкентай. Мұрным әдемі. Әдемі. Аузым кішкентай. Тісім ақ. Менің атым Анель. Менің көзім үлкен. Құлағым кішкентай. Мұрным әдемі. Аузым кішкентай. Тісім ақ. Балалар, мәтінді түсінсеңдер, енді сұрақтарға жауап беріп көрейік. Давайте попробуем ответить на вопросы. Бұл кім? Анельдің көзі қандай? Анельдің құлағы қандай? Анельдің мұрны қандай? Анельдің аузы қандай? Анельдің тісі қандай?
Кім? Ребята, вспомним вопрос. Кім? Кто? Қандай? Какой? Какая? Какие? Бұл кім, балалар? Иә, бұл Анель. Анельдің көзі қандай? Қандай көзі? Анельдің көзі үлкен. Анельдің құлағы қандай, балалар? Иә, Анельдің құлағы кішкентай. Анельдің мұрны қандай? Мұрны қандай? Анельдің мұрны әдемі. Анельдің аузы қандай? Анельдің аузы кішкентай. Анельдің тісі қандай? Анельдің тісі ақ. Жақсы, балалар. Ребята, я надеюсь, точно так же вы ответили на эти вопросы. Айтылым. 4-ші тапсырма, 9-ші бет. Тірек сөздерді пайдаланып, диалог құрыңдар. Онда иә, жоқ сөздерін қолданыңдар. Составьте диалог, используя опорные слова. Да, нет. Бірінші сұрақ. Сенің көзің кішкентай ма? Тірек сөздер жоқ, үлкен. Твои глаза маленькие? Вопрос, ребята, у вас стоит во втором лице. Вы должны ответить от себя. В первом лице. Жоқ, менің көзім үлкен. Жоқ, менің көзім үлкен. Нет, мои глаза большие. Келесі сұрақ. Сенің көзің әдемі ме? Сенің құлағың кір ме? Твои уши грязные? Сенің тісің таза ма? Сенің мұрның үлкен бе? Это задание вы отправляете голосовым сообщением учителю. Ойлан. Сөздерді суреттермен сәйкестендір. Нужно соотнести слова с картинами. Құлақ, мұрын, бас, ауыз, тіс, көз. Балалар, сөздерді суреттермен сәйкестендіріңдер. Ал енді тексеріп көрейік. Құлақ, бас, мұрын, көз, ауыз, тіс. Жақсы, балалар, бұл тапсырманы орындадыңыздар деп ойлаймын. Я думаю, что вы точно так же соотнесли слова с картинами. Жазылым. Дәптерлеріңізді ашыңыздар, бүгінгі күнді жазыңыздар. Сабақтың тақырыбы дене мүшелері. Бірінші тапсырма, 8-ші бет. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып жаз. Вместо картин вставь нужные слова и перепиши. Мысалы, Аннаның көзі әдемі. Слово у нас стоит в третьем лице, ребята. Аннаның көзі әдемі. Кері байланыс. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Жақсы, балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.